Аңсап күткен арманым сен, алаулаған таңдарым сен, алақанда аялайтын арманымда ардағым сен. Осы өлеңге қатысты бүгін таңертең мынандай ой келді. Осы өлең Димаш Құдайбергеннің әні ғой. Димаш Құдайберген бүкіл әлемге танымал. Ал енді осы әнді кейінгі уақытта кім айтып жүр? Садрадин айтып жүр. Енді сол Садрадин жас әнші, өлеңдері ең шығып жатыр, ең танымал болып жатыр. Енді қараңыз, бұл әнші жаңағы Димаш Құдайбергеннің әнін орындау арқылы сол Димаш Құдайбергеннің деңгейіне түсті деуге болады. Енді бұл әнді бүкіл әлем бойынша тыңдайды ғой. Енді қазір Садрадин айтып жүр, енді Димаш Құдайбергеннің тыңдармандары енді Садрадин тыңдайды болады. Енді сол әнді Садрадин айтқаннан кейін елдің бәрі ассоциируется Димаш Құдайбергенмен. Көрдің бе? Ал Димаштың деңгейі ол бүкіл әлемдік деңгей, мировой деңгей. Сонда Садрадин осы әнді таңдау арқылы, осы әнді айту арқылы Димаш сияқты Димаштың жаңағындай сәттілігін, жаңағы успешность дейді ғой, жаңағы масштабын өзіне қабылдап алды, және сондай деңгейге шықты. Енді содан кейін қараңыз, одан кейін Садрадинді жақында өткен Алматыдағы Дженнифер Лопестің концертінде алғашқы жаңағы разогрев ретінде соның сахнасына шығып өлең айтты. Ал ол Дженнифер айтқан сахнада тұрып Садрадин өлең айтты. Демек Садрадиннің дәл қазіргі состояниясы, дәл қазіргі энергиясы мен вибрациясы соған сай деген сөз. Енді ол немесе және де оның запросына сол сай болды. Ол армандаған шығар JLoмен бірге өлең айтуға, немесе сондай мировой деңгейге шығуға, сөйтіп армандаған шығар. И соны Құдай соған алып келіп, соған сапат етіп тұр. Енді сол Дженнифер Лопестің несіне сахнасына бірге өлең айтты, көрдің бе? Енді соның вибрациясы сол сәтте соның Дженнифер Лопестің деңгейіне сай келіп тұр деген сөз. Енді оған жол ашып берген Димаш Құдайбергеннің жаңағы осы әнін Садрадин айту арқылы осыған жол ашып берді, мировой деңгейге. Көрдің бе? Оның алдында ол жаңағы түркше өлеңдер айтты. Сол кезде түріктің, бүкіл Түркияның несіне шықты, аудиториясына шықты. Бүкіл түріктің танымады. О деген Шеф Бурак деген жаңағы танымал аспаз бар емес пе Түркиядағы? Сонымен бірге коллаборация жасап видеоға түсті. Соның да несіне бүкіл оқырмандары, тыңдарманы соған Садрадинге қосылды. Соның да вибрациясына енді, көрдің бе? Бүкіл Түркияның вибрациясына енді. Бүкіл Түркияның тыңдармандарына қосылды. Ол уже масштабирование, көрдің бе? Уже международный деңгейге шығып жатыр. Ал енді бұл сырт көзге қараған кезде жай ғана дуэт, жай ғана не болып көрінуі мүмкін. Но ол энергетический уровеньде, вибрация деңгейінде қараған кезде ол сол жаңағы Димаш Құдайбергеннің әнін айту арқылы сол Димаш Құдайбергеннің энергетический тұрғыда сол энергиясының бір бөлшегін өзіне қабылдады деген сөз. Ол енді сол энергияға барып тұр ғой. Димаш Құдайберген энергиясына барып тұр ғой. Сол энергияны сезінгісі келіп тұр, сол опытты алғысы келіп тұр, жаңағы мировой деңгейдегі опытты. Көрдің бе? И соны оған қорықпай, соған барып, оны сол опытты алып, сезініп, соны айтты, іс-әрекетімен сол деңгейлерге жетіп жатыр. Ол жаңа Димаш Құдайбергеннің әнін айтуға әркімнің дәті бара бермейді. Әркімнің жаңағындай смелость дейді ғой, батылы бара бермейді Димаш Құдайбергеннің әнін айтуға, Димаш Құдайберген сол әнді сұрап алуға. И Димаш Құдайберген сол деңгейіне
сол вибрацияға көтерілуіне әркімнің де энергиясы жетпейді. Демек сол сырт көзге жаңағыдай пушистенький миленький жай кішкентай бала сияқты көрінгенмен оның энергиясы, оның вибрациясы соған сай жоғары болып тұр ғой. Вот ісімен, іс-әрекетімен дәлелдеп тұр. Значит, сол энергиясы, вибрациясы соған сай деп тұр. Димаштың, жаңағы Дженнифердің, Түркияның, жаңағы Шеф Бурактың солармен бірге жүрсе, значит, солардың энергиясына сай, вибрациясы сай деген сөз. Көрдің бе? Ал оны көп адамдар, әсіресе сол өнер саласында жүрген адамдар оны сөкті. Ой, какой-то парнишка ана жақта Дженнифердің концертінде позориться етеді, сонда выступать етті, ешкім тыңдаған жоқ, өйтті, бүйтті, оны кім шақырды, оны ол жерге шығуға недостоин ол деп. Ал енді сен өзің керемет болсаң, неге соған сол сахнаға шығып өлең айтпадың? Жаңағы Дженнифердің сахнасына шығып. Ол Дженнифер Лопес, оның командасы оның өзі шақырды оны сол жерге. Значит, ол соған сай деген сөз. Ал Димаштың әнін айтуға, Димашты да кезінде көп адамдар сынаған. Ал ол ән, ол керемет мықты ән ол. Ол керемет қиын да ән оның, екінің бірі айта алмайтын. Екінің бірі айта алмайтын әнді Димаш орындады. Ол екінің бірі оның батылы жетпейтін әнді Садрадин орындады. Значит, Садрадин Димашпен бірдей деген сөз. Не десең де, өлсең де, тірілсең де Садрадин Димашпен бірдей болды. Садрадин Димаштың әнін орындап, Димашпен бір теңесті. Садрадин Дженнифер Лопес өлең айтқан сахнада Дженнифердің командасымен бірге жұмыс істеп, сол сахнада өнер көрсетті. Ол Түркияға барып, түркше өлең айтып, бүкіл түрктің тыңдармандарына белгілі болды. Ал мен мына Садрадинді мен көп тыңдамаймын. Бір-екі өлеңін білем, оның жаңағындай қазбалап кім, қайдан шықты, қалай көтерілді, ештеңесін білмей, бір-екі өлеңін қалам, білем, көп білмеймін оны әнші туралы. Но маған осындай информация келді таңертең.